Сетевой бизнесте ең көп адамдардың жасайтын қателігі. Сәлем достар, мен есім Данагүл. Желілік бизнесте айналысып жүргеніме 5 жыл болды. Мен сіздерге осы сетевой бизнеске жаңадан келіп жатқан болсаңыз, немесе сетевой бизнесті бастасам дұрыс па, бұрыс па деп ойланып жүрген болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіз, және де мен сіздерге өте пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Қараңыздар достар, сетевой бизнеске келдіңіз деген. Сетевой бизнеске келгенде адамдардың ең көп жасайтын қателіктердің бірі, олар тез нәтиже көргісі келеді, кәсіпті бастайды да, бір айда миллион теңге табысқа шыққысы келеді, тез команда құрғысы келеді. Бірақ сол команда құру үшін, бизнесте өсу үшін әрекеттер жасамайды. Сетевой бизнеске келдіңіз ба, ең бірінші кезекте сенім керек. Сенім бар жерде міндетті түрде табыс болады. Сетевой бизнеске келген кезде адамдар сізден бірінші өнімді сатып алмайды. Адамдар неге? Адамдар сізден өнім емес, сенімді сатып алады. Ең бірінші кезекте келген кезде сізде міндетті түрде сенім болу керек. Алғашқы кезде сізден адамдар товарды сатып алмау, ол қалыпты жағдай. Оған сіз кішкене шыдау керексіз. Айналаға достардың бәрі қарсылық білдіруде, ол қалыпты жағдай. Оны сіз кәдімгі қалыпты жағдай деп қабылдау керексіз. Сетевой бизнеске келген адам ол шыдамдылықты талап етеді. Өте көп шыдамдылық керек, уақыт керек, үздіксіз даму керек және өзіңді дамыту керек. Сетевой бизнес бұл адамды өсіреді, міндетті түрде сені шыңдайды, жан-жақты дамытуға көмектесетін бұл өте керемет дүние деп айтсам болады. Сетевой бизнесті қазіргі уақытта тек қана әйелдер жасайтын, қазірде ер кісілер де жасап көз жеткізіп жатыр. Қазақстанда жалпы алсаңыздар, дүние жүзі бойынша Қазақстан сетевой бизнесі жасайтын халықтардың ішінде ең мықты және пысық екен. Сондықтан сетевой кәсіпті бастаймын деп жүрсеңіз, ең бірінші кезекте дұрыс компания таңдаңыз. Міндетті түрде. Қазір не көп компания көп, әрбір компанияларға тіркеледі адамдар, енді жақсы жұмыс жасайды, команда құрады, жүйе қояды. Сол кезде ол компания бір ай, 2 айды жабылып қалады да, одан кейін адамдардың үміті сөніп қалады. Сондықтан да сетевой компанияға келген кезде классиканы таңдаңыз. Классика бар жерде ол міндетті түрде, ай сайын активация бар жерде ол міндетті түрде ақша болады да. Көп адамдар бинарныйға қызығады, бинарный системаны мен өзім ойынша құптамаймын. Активация жоқ, PV күймейді деп адамда айтады, но бірақ ол жерде қалай сіз активация жоқ жерде ай сайын PV күймесе, адам әкелмесең де ақша табасын деген бәрі өтірік. Сондықтан міндетті түрде өнім бар ма, халал ма, сертификатталған ба деген сияқты барлығына міндетті түрде назар аударғаныңыз жөн. Жалпы алғанда достар, сетевой бизнесте 90% адам кетіп қалады. Мысалы 100% адам келсе, 90% адам кетіп қалады да. 90% адам бизнестен кетіп қалады. Оның барлығы төзімділіктің жоқтың арты. Көп адамдар келеді, 1 ай жасайды, 2 ай жасайды, 3 ай жасайды, болмай жатыр ғой деп кетіп қалады. Бірақ өздерінің әрекет жасамай жатқанын, мысалы сетевой бизнес міндетті түрде команда құру, өнімді сатудан тұрады. Сен өнімді сатудан бұрын ең бірінші кезекте сен сенімді болу керексің. Өзің өнімді қолданып көру керексің. Сол өнімге көз жеткізу керексің, маркетинг планын жаттау керексің. Команда деген ол сенің нәтижеңе келеді. Команда жасақтаудан бұрын ең бірінші кезекте өзің нәтиже көрсет. Өзің жаса, өзің істе, өзіңді дәлелде. Сол кезде команда өзі сенің нәтижеңе қарап қана келетін болды. Сондықтан да егер 2026 жылы осындай бір сетевой кәсіп бастасам, бір шығынсыз, табыс тапқым келеді десеңіздер, достар, міндетті түрде сетевой бизнесте дұрыс компания таңдаңыздар деп айтамын. Себебі бүгін ашылып, ертең жабылып қалатын компаниялар өте көп. Сосын өнімі арзан компанияларға жоламаңыздар. Себебі оның құны, мысалы өнімнің арзан болса, құны, ол міндетті түрде оның пайдасы да көп, күшті болады деген сөз емес. Сондықтан да барлығын зерттеп, маркетингін зерттеңіздер, сосын барып тіркелуді кеңес беремін. Жалпы алғанда сетевой бизнесті бастаймын деп жүрсеңіздер, өте үлкен шыдамдылыққа, қиыншылықтарға, отказдарға дайын болыңыздар деп айтамын. Және де келесі сабақта мен сіздерге сетевой бизнесте қалай команда жасақтау жайлы толық ақпараттар айтатын боламын.